Достар, бүгінгі видеода сіздерге Кияның соңғы уақытта қандай жаңалықтары бар, қандай көліктері шығып жатыр, дизайндары қалай, соның барлығын көрсететін боламыз. Видеоны ары қарай тамашаламай тұрып, бізге қолдау көрсетіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біздерге ауадай қажет. Сәлем достар, алларыңызға су жаңа Kia Sorento. Көлікті қараған болсаңыздар, бірден байқайтындарыңыз ол әрине жаңа Kia логотипі. Жаңа логотип компанияның қаншалықты заманауи екендігін, қаншалықты жаңашылдыққа жақын екендігін көрсетеді. Менің ойымша бұрынғы логотипке қарағанда осы логотип жақсырақ сияқты. Компания қазір өте үлкен ребрендинг жасап жатыр. Алдағы уақытта шамамен 8 көлікке жоқ жаңа электрлі көліктер шығарамыз деді. Жалпы Kia қазір нарықты жарып жатқан көліктер десек болады. Себебі біз өзіміз Америкада тұрып жатқандықтан көшеде Kia'ны көптеп көріп жүрміз. Американдықтар ұнатып көптеп алып жатыр. Бұл көліктер Қазақстанға да келеді міндетті түрде. Жалпы шамамыз келсе тек қана Toyota мінбей Kia'ны мінген дұрыс болады. Қалай шамамыз келмейді, егер біз Toyota'ны мініп жүрген болсақ, Kia оған қарағанда арзанырақ, өздеріңіз білесіздер. Көліктің түрлі болғаны ол бізге жақсы. Ал енді Kia Sorento'ға мән беретін болсаңыздар, бұрынғы Kia Sorento'мен салыстырғанда түбегейлі жаңа көлік. Алдынан болсын, артынан болсын, экстерьері болсын, интерьер болсын, тіптен басқа көлік. Алдыңғы жағына мән беретін болсақ, ағылшын тіліндегі L әрпіне ұқсайтын LED шамдары, радиатордың торлары өзгерген. Радиатордың торлары қазір, егер қателеспесем, шыны керек Toyota'ны еске салатын сияқты, сол интернетте айтып жүрген балықтың қабыршақтарына ұқсайды. Мұның барлығы пластик. Жалпы алдыңғы қақпақтың өзі өте үлкен массивті болып тұр. Енді жанын келіп тамашалайық. Жанынан қарайтын болсаңыздар, сол Highlander мен бір размердегі көліктер солармен бірге жарысатын болады. Бұл көліктің құны мына жерде жазылып тұр, 36.590-нан басталады екен. Интерьерін қазір басқа түске барып көреміз, себебі мына жерде көріп тұрғандарыңыздай ары қарай өтуге болмайды. Енді артқы түрі қандай қарап көрейік. Жалпы көлікті өздеріңіз көріп жатқандай, бұл көлік кішкене біраз сол Kia'ның өзінің ағасы Kia Telluride'ды еске салады. Жердегі дисканың размері қателеспесем 20 болуы тиіс. Жалпы стандартты Kia Sorento'ларда 17-ші размердегі дискалар орнатылады деп айтып жатыр. Енді көліктің артына келіп қарайтын болсақ, жаңа логотиппен модельдің атауымен бірге керемет сұлу болып көрінеді екен. Жалпы Kia'ның артынан қарайтын болсақ, сол Telluride'ды еске салып тұр. Себебі мына жердегі шамдар вертикалды түрде төмен қарай түскен. Стоп шамдары керемет көрініп тұр. Мына жерде сол массивті логотип орнатылған. Мына жерде біраз хром тәріздес пластик орнатылып қойған. Мына жерде выхлопты шығарып көрсететін кішігірім сондай декоративтік элементтер. Ал енді интерьерін барып көретін боламыз. Мына жақта өзіңіз көріп тұрғандай адам көп жиналыпты. Кезекте тұратын болайық. Құрметті достар, біз Toyota Sorento'ның ішінде отырмыз. Соңғы уақытта өздеріңіз білетіндей, кәрістер дизайн жағынан барлығын жыртып жатыр. Себебі мына интерьерге қараңыздар, өте керемет достар. Тіпті неден бастарымды білмей тұрмын. Бірінші әрине орталық дисплейден бастайық. Орталық дисплейдің размері шамамен 10 дюймді құрайды. Оның астында климат контроль орнатылған. Енді орталық консольға көшетін болсақ, сапасы жағынан керемет, ары-бері қозғалмайды. Мына жердің барлығына жылтырлақ пластик қойып қойған. Уақыт өте келе мұның барлығы әрине сырылып, біраз көріксіз келбетке келетіні түсінікті. Дегенмен де басқа уақытта әрине көзге өте жақсы көрінетін болады. Мына жерде
бөтелке салуға арналған екі яшық, трансмиссияның рычагы. Әрине жалпы толық нұсқаларында мына рычагтың орнына мынандай орысша айтқанда крутилка қойып береді. Мына жерде вентиляция, қателеспесем, вентиляция, көлікті жылыту системасы. Мына жерде көліктің жаңағы режимдары, комфорт бар, спорт бар, эко бар. Қайсын қаласаңыздар да кез келген режимді жүргізуге болады. Мына жерде қателеспесем 360 градустық камера жан жағының барлығында. Енді әрине рульға көшейік. Руль сапасы жағынан өте жақсы. Қазіргі Toyota рульдарымен салыстырғанда өте ыңғайлы екен. Мына жерде сол қауіпсіздік системалары, жаңа линиядан шығармайтын руль өзін-өзі ұстап отырады. Енді панельді былай көрсек, сапасы жағынан жақсы, жұмсақ пластик мұның барлығы. Мына жерде шамамен 4 дюймді құрайтын ақпараттық дисплей орнатылған. Мына жерде өтірік былғары, мына жердің барлығы пластик. Жалпы есікті ашып жабатын тұтқасының өзі өте үлкен массивті екен. Енді мына жерлерге, мына жақтарға мән беретін болсаңыздар, соңғы уақытта кәрістер фактурамен өте көп ойнап жатыр. Әрине батыл шешім, дегенмен көзге керемет көрінеді екен. Енді жалпы мына жақтың барлығы былғары. Маған өте қатты ұнады. Мына жерде былғары. Яшыққа өте көп заттар сияды. Мына жерге телефондарыңыз салып қойсаңыздар болады. Жалпы көліктің өзі жүргізушіге өте ыңғайлы. Өздеріңіз көріп тұрғандай менің потолокқа басым жетіп тұрған жоқ. Толық нұсқасында мына жерде панорамды люк болуы тиіс сияқты, себебі мына жерде орын қалдырып қойыпты. Қазір біз екінші қатарға және үшінші қатарға отырып көреміз. Бұл көлікке 6 немесе 7 адамды сыйғызып отырғызуға болады. Жалпы көліктің интерьері осы. Егер ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Екінші қатарға келіп отырдым. Жүргізушінің артындағы кресломен менің аяғымның арасында қашықтық өте үлкен, емін-еркін кең отыруға болады. Қайтадан сол потолокқа кішігірім басым жетейін деп тұр. Мен қайтадан еске салып кетейін. Менің бойым 1,83 метр, стандартты адамның бойы. Сондықтан мына көлікте барынша ыңғайлы отыруға болатын сияқты. Мына жерде вентиляция системасы орнатылған. Асты жағында 12 вольттық электр жабдықтары. Мына жерде қарапайым USB орналастырылған. Және Kia-ның соңғы уақытта креслоларға мына жерге USB Type-C болсын, қарапайым USB болсын, соңғы уақытта жиі орнатып жүр. Өте ыңғайлы. Мына жерде қол тіреуіштері бар екен. Мына жақта басқа адамдар үшінші қатардағы орындықтарды түсіріп қайтып жатқызып жатыр. Енді артына мән беретін болсақ, мына жерде қателеспесем 200-ден көп литр бар. 3-4 чемодан сыйып кетеді мына жаққа. Жалпы көлік өте ыңғайлы, керемет. Мына жерде стакан немесе бөтелке қоюға арналған яшық бар. Және кәрістер соңғы уақытта толық комплектацияларда. Мына жерде бір қабатты бізде жаңағы әйнек болатын болса, алдыңғы қатарда жүргізуші жағынан, алдыңғы жолаушы жағынан 2 қабатты сондай әйнектер қойып жатыр. Бұның барлығы шумоизоляция деп айтамыз, орысша айтқанда. Артық дыбыстың көлікке кірмеуіне өте қатты көмектеседі. Кәрістер жарайсыңдар, керемет көлік. Арғы жақты өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жаққа барлық жүктеріңізді сыйдыруға әбден болады. Мына жерде үшінші қатардың орындықтары орналастырылған. Егер былай тартатын болсақ, емін-еркін жатқызуға, тұрғызуға болады. Үшінші қатардағы бағанағы жолаушылардың барлығын отырғызсақ, көлікке 7 адам әбден сыйып кетеді. Мынаны қайтадан тартып кетіп емін-еркін жатқызуға болады. Ол жылдам істелінеді, ыңғайлы. Мына жақтағы мән беретін болсаңыздар, қайтадан сол бөтелке және стаканға арналған яшықтар, мына жерде USB порттар орналастырылған. Жалпы көлік былай екінші қатардағы болсын, үшінші қатардағы жолаушыларға да ыңғайлы. Ең маңызды әрине үшінші қатардағы жолаушылардан ұмыт кетпеген. Жалпы машинаның артқы қақпасы электр жетектілі, басатын болсақ өзі жабылады. Мына көліктің
логотипі өкінішке орай әлі өзгермепті, бірақ көріп тұрсыздар жаңа логотип қандай екендігін. Kia Sorento алларыңызда болған керемет көлік, өз басыма ұнады. Қалай жүретін әрине тексеріп көру керек. Егер тест-драйвта бұл көлік мүмкін болатын болса, жүріп көреміз. Here we go. Finally. Thank you. How are you folks today? Yeah. Good, good. Yeah. Міне Sorento мына жерде. Біз отырып көреміз. Hello. I'm driving here. Hi. How many liters here? Sorry? How many liters here? Liters, 2.5. 2.5. Okay. 4-cylinder turbo. Okay, отыржан. Oh, turbo. Pull out to the left. And then we'll stay in the center lane. Center. Yes. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай поворотник кезінде орталық ақпараттық жерде көрсетіп тұрады екен повороттар. Now center. Go straight. Okay. Okay. Stay stop. Okay. Не поворот кезінде оң жақ сол жақ болып лайнын көрінеді That's a екен. blind spot camera. Yep. That's cool. I like this feature. Yep. Okay. And then at the end of the cones, we'll be making a right turn. Okay. Okay. 281 horsepower. 284 you said. 81. So I feel the power. That's good. Yes, there's 5 different drive modes. You have your comfort. No, this one is comfort. Yeah, that was Okay. comfort. Yeah, Which smart, one is sport? Sport. I just switched. Okay. A lot of traffic now is kind Yeah, of so I can test it. Sure, We absolutely. have, sport, eco, and snow. Okay. I'll leave it on sport. So it changes when you put the different kind of. Correct. Yeah. Okay. And this one's pretty much fully loaded at about 46,000. You have no climate control. You have heated and ventilated front seats. Oh, okay. So right now it's unventilated. You have 3 settings for that, as far as the fan, and then that would be heat. 3 settings. Okay, I got it. Heated look. steering wheel. You have the auto hold technology, so if you take off your foot off the brake pedal, Okay. whenever you're at a red light, you can just relax your foot. Oh, no, I have to press it or No, no? no, you now you just hit the gas. Oh, I got it. So whenever you make Oh, a that's cool. complete stop, you can relax your foot Okay. and just hit the gas when you're ready to go. It's good when you have a lot of traffic. Yes. And all the safety features, the blind spot detection, the smart cruise control. We're making a right Okay. turn here. Right turn. Okay. Expanded 10.25 inch touchscreen. There's a split screen as well. You can change this up. Okay. Upgraded Bose sound system. You can add Sirius XM So can we radio. test it? This. Sure. So. Yeah, go ahead and turn the button. Then we're making a right turn here. Quieter, and I know that doesn't really count, but like I loved Quieter. Besides that, I always want to learn how to cook. Hold on. Good. 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 Very good. Just waiting for some bass, but Yeah, I liked it. you can move over to your left lane, and then we're gonna back into this Okay, I got it. like that. Back. Here. Yes. Okay. Then you can see the 360 camera, front, rear, left, and right views. Okay. Turn. And you just take it all the way back. And right there's your curve. You can
Okay. Well, hope you enjoyed the ride. Yeah, the car is excellent. I liked it. Достар, кәрістік автопроммен жалғастырамыз. Алларыңызда Kia Seltos. Байқағандарыңыздай, көліктің мұрыншасында жаңа логотип орналастырылған. Оның астында хромдық детальдар, мына жақтың барлығында. Оның барлығы әрине пластик сияқты. Егер қозғайтын болсақ, енді сапасы жағынан біраз кішкене салғырт қараған сияқты бұған. Мына жерде кәрістер қайтадан сол фактурамен ойнапты. Радиатордың торлары көзге әдемі көрінеді. Көліктің құны $22,000 басталатын болады. Жалпы алдыңғы дизайны осы. Енді жанына мән беретін болсақ, көлік сол кретталарға ұқсайтын сияқты. Жанынан қарасақ, тұтқалардың барлығы хромды еске салады. Мына жерде қателеспесем 17-ші размердегі дискалар орналастырылған. Мына жерде жаңа логотип. Дискасы әдемі екен, маған ұнады. Енді артына келетін болсақ, үлкен монобровь сияқты орналастырған мына жерде хромдық детальдар. Шамдарына мән беретін болсақ, мына жерде LED шамдары. Оттар өте әдемі екен. Артқы жақ дизайннан мына кісілер қазір ашып алсын. Көлікті ашылмай жатқан сияқты. Сол жақ бағанасында Seltos деп жазған. Артқа бамперлері мына жерде турбинасы бар сияқты оқылып шығатын жерлер көрсетіп қойған. Жалпы көлік енді орташа сегмент үшін меніңше келбеті жақсы. Kia Seltostың да ішіне келіп отырдық. Қайтадан айтқандай, сол кәрістер дизайн жағынан барлығын артта қалдырып бара жатыр. Toyota тіпті жанында қазір ойнамайды десек те болады. Себебі интерьеріне қараңыздаршы, өте көрікті, өте келбетті. Сол қайтадан шамамен 8 дюймді мультимедиа экраны. Бұның барлығында әрине Apple CarPlay, Android Auto бар. Мына жерде соның мультимедианы басқаратын батырмалар, сол дауысын шығарып басқаратын батырмалар. Мына жерде климат контроль орналасқан. Жалпы орталық консоль сапасы жақсы, ары-бері қозғалмайды. Мына жерде трансмиссия рычагы, сол екі алдындағы тұрған креслоны жылыту системалары, вентиляция жоқ па белгісіз, бірақ жаңа жылыту системасы 3 сатылы. Көліктің қозғалтқышын бағана айттым ба, айтпадым ба? Егер айтпаған болсам тағы да қайталап кетейін. Жалпы көліктің қозғалтқышы 2,2 литрді құрайды. Егер бензинмен болса әрине, және 1,6 турбо қозғалтқышымен жаңа гибридті қосып американдық нарықта сатуға тырысып жатыр кәрістер. Егер панель ұстайтын болсақ, мына жақтың барлығы пластик. Мына жерде бұлғарға ұқсатып пластик қойып қойған сияқты. Мына жерде тігістері әдемі көрінеді екен. Сол вентиляция. Рульдары маған өте қатты ұнады, кәрістердің өте ыңғайлы екен. Қазіргі Toyotаның рульдарымен салыстырғанда мына руль тіпті керемет десек те болады. Мына жерде сол бұлғары сияқты істеп қойған элемент. Мына жақтың бәрі пластика. Енді мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай дыбыстық жүйе. Біреу ұрып қойған сияқты, бірақ өзіндік дизайны сондай екен мына жерде колонкалардың. Мына жерде Bose деп тұр. Өте жақсы фирма ол да, дыбыстық шығаратын. Енді орталық консольді бітіретін болсақ, мына жерде 2 бөтелкеге арналған ұяшықтар. Мына жерде заттарыңыз салуға болады. Біраз орын бар екен. Үстінде көріп тұрсыздар, мынау толық комплектация сияқты, себебі люк бар екен. Жалпы көліктің интерьері өте жақсы, өз басым ұнады. Мына жақта сол USB порттар, 12 вольттық электр жабдықтары барлығы орналастырылған. Жалпы стандарттық көлік үшін барлығы бар, қажетті дүниенің барлығы бар. $22,000 автокөлік үшін меніңше керемет кәрістер жараған әрине. 1,6 турбо қозғалтқышымен және ол гибридпен жабдықталған болатын болса, өте үнемді машина екендігін әбден түсінуге болады. Жалпы қалада тұратын тұрғындар үшін өте қажетті кроссовер. Екінші қатарға келіп отырдық. Жүргізушінің артындағы кресломен менің аяғымның арасында қашықтық
кішкене біраз қысқа десек те болады. Бірақ әбден аяқтарым барлығы сиіп тұр. Өзімді ыңғайлы сезініп отырмын. Артындағы жолаушылар үшін жақсы сияқты. Артындағы жолаушылар үшін не бар? Мына жерде климатты біз басқара алмаймыз. Өкінішке орай сол вентиляция системасы. Мына жерде бір ғана USB порты бар екен. Мына жерде бір заттарды салып қоюға арналған ұяшық. Мына жақта бөтелкені қоюға болатын кішкене сондай бір кеңістік бар екен. Ұяшық қайтадан сол тұтқалары пластик сияқты. Есік жабылғанда біраз шошып кетеді екенсің, бұзылып қалмаса екен деп. Дегенмен де қайтадан сол бюджеттік машина үшін жақсы. Өз басым көлікті ұнаттым. Мұндай суммаға мұндай машинаны алу тұрарлық. Артқы қақпасын аштық. Өкінішке орай артқы қақпасында электр жетегі жоқ. Дегенмен де артқы жүк салу орны өте үлкен, 400-ге жуық литр бар. Мұнда екі үлкен чемоданды нығыздап сыйдыруға әбден болады. Мына жерде жарық орналасқан, сол дыбыстық жүйе. Артында ене айтарлықтай көп ештеңе жоқ. Қалай жабылады екен көрейік. Нығыз, тығыз, барлығы жақсы. Бюджеттік көліктің аты бюджеттік көлік, дегенмен де мұндай суммаға мына машинаны алу тұрарлық. Әрине моторы қандай, оны көру керек. Жүргізу барысында, практика барысында алуға тұрарлық көлік пе, оның барлығын көруге болады, оның барлығын уақыт көрсетеді. We're gonna try it, right? Yes, we're gonna go actually straight to the end of the Okay, I will follow Subaru. It's for only modes, but when we're gonna get the full, it's gonna be the same thing for the shift, right? Yes, Okay. I think you need to stay in this lane because this goes to the highway. Okay. Мына көлікте бар жоғы 114 майл жүрген екен. Су жаңа көлік. Логотипті көріп тұрсыздар. Жалпы машинаның жүргені өте жақсы, керемет, жақсы, әдемі жүреді. Бірақ Сорентомен салыстырған кезде бұл жерде көп нәрсе жоқ. Бағана blind spot деп айтамыз, яғни машинаның екі жағында келе жатқан машиналарды көре алмаймыз, өкінішке орай. Бірақ әрине детекторлар орнатылған, жаңағы екі жақ айнадан жанында машина келе жатқандығын, көлік келе жатқандығын түсіндіріп береді. Мына жерде машинаның режимдарын ауыстыруға болады, мына крутилкамен. Мына тұрған рычаг, бұл рычагтың орнына негізінде осындай крутилканы да қойдыруға болады. Ол үшін бірақ біз машинаның полный комплектациясын алуымыз керек. Мына жерде 4 немесе 5 дюймдік интерактивті инфо дисплей бар. Жалпы жақсы, машинаның көліктің жалпы сапасы әдемі екен. Мына жақта ештеңе қозғалмайды. Барлығы сапалы, жақсы. Кәрістер жарап тұр, молодцы. Өкінішке орай мына жақтың барлығында кептелі, сондықтан мен машинаны қатты айдай алмай келе жатырмын. Негізінде спорттық режимге кіріп, тағы да көру керек еді. Бірақ осының өзі жақсы. Достар, алдыларыңызда 2021 жылғы су жаңа Kia Stinger. Бұл көлік әрине заманауи, нағыз мен деген жігіттер үшін арналған көлік. Себебі бұл спорттық көлікті еске салады. Қозғалтқыш стандартты жалпы Stinger-ларда 2,5 литрді құрайтын болады. Егер ең топ, яғни мықты деген Stinger-ді алатын болсаңыз, қозғалтқыш 3,3 литр V6 мотормен жабдықталатын болады. Қозғалтқышпен егер алдына қарайтын болсақ, сол жаңа логотип Kia-ның 2020 жылғы Kia Stinger-мен салыстырғанда алдынан аса көп ештеңе қолыңда абайла балақай, көп ештеңе өзгермеген.
Жалпы көліктің құны сол баяғыдай 45 мың доллардан басталатын болады. Ең мықты деген топ нұсқадағы Kia Stinger'ді алатын болсаңыз, оның құны шамамен 55 мың долларға дейін барады. Жалпы мына жерде жанынан қарайтын болсақ, сол баяғы дизайн, адам көп әрине. Тіпті мына жердегі кішкентай балақайдың өзінің жігіт екендігін көрсетіп, мен отырып көрейін деп жатыр. Мына жерден дискаларын көруге болады. Дискалары қателеспесем 17-ші размер. Енді артына мән берейік көліктің. Сол бастан аяқ жүретін монобровьті шамдар, LED. Мына жерде диффузорды көріп тұрсыздар, қара түске бояп қойыпты. Мына жерде өтірік емес, вықылып шығатын жерлердің барлығы шын. Kia Stinger, мына жер спойлерді еске салады екен, бірақ мына пластик, темір емес. Мына жері барлығы пластик екен. Жалпы көліктің шанағы, мына жақтың барлығы темір. Пластик екен деп шошып кеттім. Енді үстінен көріп тұрсыздар, өте үлкен сондай люк бар сияқты, панорамдық вид. Енді алды бос емес, сондықтан қазір біз екінші қатарға қалай екен отырып көреміз. Ойбай! Мына жерде алдыңғы қатарда отыратын жүргізуші өзінің креслосын артқа жылжытқан екен. Дәл сондай сәтте мен сияқты азаматтар үшін өте ыңғайсыз. Мына кісі қазір алдына жылжытып жатыр. Өздеріңіз көріп жатсыздар. Енді кішкене біраз ыңғайлы болады түсті. Көлік өте сапалы. Мына жердің барлығы пластик. Мына жерде қателеспесем Harman Kardon деп аталатын дыбыс жүйесі орналастырылған. Мына жерде сол вентиляция системалары, 12 вольттық электр қуатын беретін жабдық және қарапайым USB порт. Мына жерде әрине ашып жабуға болады вентиляцияны. Менің басым орысша айтқанда потолыққа тиін деп тұр. Ешкім отырмай тұрғанда алдына барайық. Арты осындай. Кияның дизайны сол керемет қой. Маған өте қатты ұнады. Енді панельден бассақ, мына жердің барлығы жұмсақ пластик, өтірік тігістер жасап қойған. Мына жердің барлығына мына жер былғары. Мына жерде вентиляция системасы, мына жерде қателеспесем 8 дюймдік дисплей. Мына жерде соны басқаруға арналған батырмалар. Климат контроль. Мына жерде сымсыз телефонды қуаттауға арналған жер. 12 вольттық қуаттау электр жабдықтары. Мына жерде USB порт. Мына бір батырма не екенін түсінбедім. Сол трансмиссия рычагы. Мына жерде бірнеше жүйелер, бағана режимдар бар сияқты, жүргізуге арналған, бөтелкелерге арналған ұяшықтар. Мына жерде машинаның 360 градусқа көруге болатын камера, және мына рульді және отыратын креслолардың барлығын жылытуға, және оны вентиляция системасы бар екен, былай қоссақ вентиляциясы қосылатын сияқты. Керемет. Мына жерде біраз зат салуға болатын орын бар екен. Көріп тұрғандарыңызға астында люк бар көгімізде. Сіздерге көрініп тұрма, мына жерде жалпы креслоның есте сақтау қабілеті бар. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жерде 2 адамға арналған. Мына жердің барлығы былғары, үстіңгі жақтары пластик, тұтқада металл сияқты. Мына жерде сол бөтелке салуға арналған орын, бірақ мына жерге бөтелке сыймайтын сияқты. Себебі мен қолымның өзімен сезіп тұрмын ыңғайсыз екендігін. Руль өте ыңғайлы. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, мына жерде GT деп жазып қойған. Мына жерде ортасында шамамен 5 дюймдік ақпараттық дисплей орналастырылған. Нағыз ерлер үшін жасалған машина. Мынандай суммаға $50 000 мынандай машина алып әбден жүруге болады.
жігіттерге жарасады ол әбден. Неге мұндай машинаны алып көрмеске деген ойға қалдым. Менде маған ұнады. Жалпы қазір барлығы электрге көшіп жатыр. Дегенмен де машинаны сезіну үшін, көлікті сезіну үшін дәл осысында ең толық нұсқасындағы 3/3 литрмен V6 қозғалтқышмен көлікті алатын болсаңыздар, бұл көліктен әбден ләззат алуға болады. Достар, бағана сіздерге Kia алдағы уақытта көбінесе электрлі көліктерге мән беретіндігін айтқан болатынбыз. Соның бірі алдарыңызда Kia EV6 деп аталатын көлік, толығымен электрлі көлік. Енді дизайнына қарайтын болсақ, жанынан Ford Mustang жаңадан шығып жатқан электрлі көліктер бар ғой, соларды еске салады. Шамамен 20 размердегі дисклар орнатылған. Жанына қарайтын болсақ, сол Tesla-дағы сияқты жақындап келген кезде шығатын тұтқалар, сезімтал тұтқалар. Астыңғы жақта көріпсіздер, қара линия қойып қойыпты. Енді алдына қарасаңыздар, көліктің орысша айтқанда капоты өте үлкен, массивті. Ортасында сол жаңа логотип орналастырылған, Kia LED шамдар орналастырылған. Астыңғы бамперларға мән беретін болсақ, ортаңғы жақта радиаторлардың торын еске түсіретін пластикалық детальдар, оның барлығы әрине декор. Енді көліктің өзіне бұлай техникалық характеристикаларына тоқталатын болсақ, көлік бір зарядталған кезде шамамен 510 км жол жүре алады. Көлікті егер 3 вольтпен, 3 киловаттпен, қателесіп кеттім, 3 киловаттпен егер зарядтайтын болсаңыздар, шамамен 21 сағатта толығымен зарядталады. Ал егер 33 киловаттпен зарядтайтын болса, 7 сағаттың ішінде толығымен зарядтауға болады. Көліктің интерьерін өкінішке орай сіздерге көрсете алмаймыз. Дегенмен де соңғы уақытта кәрістер өздеріңіз білесіздер, сыртқы дизайн болсын, ішкі дизайн болсын, өте қатты жұмыс істеп жатыр. Керемет. Мына жерден сол Kia-ның барлығында бірдей руль, бірақ астың жақта ортасында пластик жоқ. D, ағылшын тіліндегі D қарпіне ұқсас руль. Дисплейді көріп тұрсыздар, өте үлкен, шамамен қателеспесем 21 немесе 22 дюймді құрайды. Артында жүк салатын орнында жалпы өте үлкен сияқты. Енді артқы шамдарына қараңыздар, қайтадан сол монобровь, қазір жалпы сондай тренд болып жатыр. Бұлай сол жақтағы, оң жақтағы шамдарға мән беретін болсаңыздар, біраз кішкене еңістеу жерлері бар, сол жерде біраз фактура қосып жіберген екен. Оң жағында мынау бөлекше шығып тұрған жерден егер басатын болсаңыздар, жалпы машинаны қуаттандыру порты сол жерде орналастырылған. Батареяның барлығы сол Tesla-дағы сияқты машинаның еденінде толығымен орналастырылған. Дизайн жағынан болсын, жалпы керемет, маған ұнады. Kia, сен мықтысың, алдыға қарай осылай жүре бер. Достар, сіздерге көрсеткіміз келген көліктердің саны осындай. Kia қазір керемет дамып жатыр. Егер видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, қоңырау батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Үстінде тұрған біздің жалпы подписчиктердің саны бар жоғы қазір 630 бас, сондай ғана 1000-ға жеткізейік, 1000-нан асырайық. Сіздер үшін еңбектеніп жатырмыз, сондықтан сіздердің қолдауларыңыз қажет. Көріскенше күн жақсы. Астындаймын ген атым гене тушқа